Я художник Асхат Ахмедьяров, современный художник. Вышел на арт-набег вот, на этот проспект Аль-Фараби. Вот, с этим моим творческим высказыванием. Здесь солнце и казахша кайда, то есть где. Вот. Это связано с переводом времени, с незаконным переводом времени, разрез к мнению общества. То, что делает вот власть, она украла у нас солнце. И вот я это выражаю в этом своем флаге и своем шесте. Нишін дұрыс. Қандай заң бар? Болмайды деген заңды ойлайсыз ғой. Сайлаушысыз ба? Сен мына погон не киіп тұрғаның, ол маған ештеңе айтпайды. Жоқ, мен сізге бірдеңе айтады деп тұрған жоқ. Мен сізге просто істеп жатқан тірліктеріңіз дұрыс емес деп жатырмын. Білмейді. Алло. Қандай? Жоқ, мен сізден сұрап тұрмын ғой, не үшін бұлай істеп тұрсыз? Елдің бәрін өзіңізге внимание беріп. Негізі мен жолмен жүріп жатқан едім. Сіздер тоқтаттыңдар. Кім тоқтатты? Сіз мына самокатпен кетіп бараттыңыз ба? Самокатпен жолдың бойымен кетіп бараттыңыз ба? Шлем болды. Басында ана шлем болды. Бірақ енді мынау сізді деген мынау жалауыңыз білесіз ба? Заңсыз ғой мынау тұрғанда самокат. Неге заңсыз? Жол жүру қағидалары бар мысалы үшін. Қайда? Қандай ондай заң қайда? Заңсыз деген соны көрейік. Иә, тез көрсетейін. Жолдан анау 24-ші бөлім бар жол жүру қағидаларында ше. Самокат, кіші электр құрылғылар, солардың жол бойында жүріс туралы ережесінде көрсетілген бәрі. Мен сізге оны айта аламын да, бірақ сіз деген маған көрсетші деп тұрсыз ба, дұрыс па? Сол көрсетемін сізге. Қараңыз. Қазір темір екіге бөліне ме? Кішіреле ме? Жоқ, вообще сұрақ. Иә, бөліне. Екіге бөліп, самокат өзіңіздің мүлкіңіз ғой, дұрыс па? Соны нетіп, бізбен бірге Медеу ауданы полиция басқармасына баруыңызды сұрайын. Сол жерде сізге хаттама толтырылады, сол жерде бәрін айтып и сол жерден сізді жібереді. Болды, ешқандай не емес. Мен сізді өзім жеткізіп тастаймын. Неге о жаққа? Енді